Саламатсыздар ма, 4-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде математика пәнінің 159-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы симметриялы фигуралар. Мына суретке мұқият болып қарайық. Қарап отырсаңыздар, егер осындай суреттерді бүктеп, қағаздың бір бетіне осы пішіннің тек қана жартысын салып, және бүктеген күйінде екі жағын бірдей қиятын болсақ, осы қағазды жазған кезде бірінші жағындағы сызған пішініміздің, суретіміздің жартысы екінші жағына дәл түсетінін сіздер білесіздер. Мына бүктеу сызығы. Осы бүктеу сызығын симметрия осі деп атайды. Мынау жапырақтың симметрия осі. Осы сызыққа қарағанда екі жағы бір-біріне, екі жартысы бірдей, яғни симметриялы деп атаймыз. Сол сияқты күннің де симметрия осін жүргіземіз, екі жартысы бірдей. Яғни бұл сызық күннің симметрия осі деуге болады. Солай саңырауқұлақтың, кемпірқосақтың, қан қызының, өрмекшінің симметрия осьтерін жүргіздік. Бұндай симметриялы заттар, фигуралар немесе заттар табиғатта өте көп кездеседі. Көріп отырсыздар. Фигуралардың немесе суреттердің симметрия осі бір емес, бірнеше болуы мүмкін. Бірақ мына жерде қарап отырсыздар, тағы да басқа көлденеңінен симметрия осін жүргізген едік, бірақ сызық жүргізген едік, бірақ бұл сызық, бұл суреттердің, бұл заттардың симметрия осі бола алмады. Өйткені көріп отырсыздар, екінші жартысы мен екі жағындағы жартысы бір-бірінде бірдей болған жоқ. Қарасаңыздар. Яғни бұл сызықтар, бұл суреттердің симметрия осі деуге келмейді. Ал енді күнді қарайық. Жаңа қиғаштан көлбеу сызық түсірген едік, сол кезде де ол күннің симметрия осі бола алды. Ал енді тігінен сызық жүргізсек те, бұл сызық күннің симметрия осі болып тұр. Яғни екі жартысы бірдей. Демек көріп отырсыздар, кейбір заттардың симметрия осі бірнеше болуы мүмкін. Оқулықтағы екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада төртбұрыш, үшбұрыш, шаршы, дөңгелек және жұлдызша берілген. Осылардың ішінде қайсының бірнеше симметрия осі бар екенін анықтаймыз. Сол анықтаған фигурамызды дәптерімізге салып, симметрия осьтерін сызып көрсетесіздер. Мысал ретінде мен төртбұрышты алайық. Оны былай жүргізсек, екі жартысы бірдей. Яғни бұл сызық төртбұрыштың симметрия осі. Ал енді былай жүргізетін болсақ та, екі жағы, екі жартысы бірдей болды. Демек, бұл да төртбұрыштың, бұл сызықта төртбұрыштың симметрия осі бола алды. Демек, төртбұрыштың екі симметрия осі бар екен. Яғни, екі немесе одан да көп болатын болса, ондай фигураларды дәптерімізге саламыз. Яғни, төртбұрышты дәптеріңізге салыңыздар да, мен сияқты екі симметрия осін сызып көрсетесіздер. Ал енді үшбұрышқа қарайық. Үшбұрыштың бір симметрия осін жүргіздік. Екі жартысы бірдей болды. Ал енді тағы бір сызық жүргізіп едік, бірақ үшбұрыштың ол симметрия осі бола алмады. Яғни үшбұрышта симметрия осі біреу деген сөз. Бұндай фигураны дәптерімізге салмаймыз. Қалған фигураларды да осылай симметрия осьтерін жүргізіп қарап, анықтап, егер ол жүргізілген сызықтардың симметрия осі болатын болса, және ондай симметрия осі бірнешеу болатын болса, ондай фигураларды дәптерімізге саламыз. Үшінші тапсырмада суреттер берілген. Жартысы салынып тұр. Көріп отырсыздар. Осыған қарап отырып, осылайша бір суретті таңдап аламыз. Оны дәптерімізге салып, бір жағын, екінші жағында дәл сондай симметрия алып салып, суретті аяқтаймыз. Төртінші тапсырмада бұрыштар берілген. Сол бұрыштардың барлығын дәптерімізге саламыз. Және барлығына атау береміз. Қалай салатын сіздер білесіздер. Алдымен нүкте қойып сәуле жүргіземіз. Транспонтердің көмегімен мысалға 125-ті белгілеймін. Өйткені нөліміз ішкі сандардың жиынында тұр. Сондықтан 3-тен 125-ті белгілейміз. Атау береміз. Және оны бұрыштың өлшемін жазамыз. Және егер сіздер сүйір болатын болса, оның қасына сүйір бұрыш деп жазбай қойыңыздар. Ал тік болса да көрсетпейсіздер. Ал доғал бұрыштар болса, оның атауын жазып, өлшемін жазып, және қасына
қандай бұрыш екенін жазасыздар. Доғал бұрыш деп көрсетіп қоясыздар. 5-ші тапсырмада есептер берілген, соларды біз теңдеу түрінде шығарамыз. Болат бір сан ойлады, оны 6 есе арттырды, шыққан нәтижеден 3598-ді азайтты. Сол кезде 4154 шықты. Міне, Болаттың ойлаған санын біз білмейміз, яғни x пен белгілейміз. 6 есе арттырды, азайтты, сонда шыққан нәтижесі міне. Бізде мынандай теңдеу пайда болды. Енді оны ары қарай 6 мен x-тің көбейтіндісін біз азайғыш деп аламыз. Егер азайғыш белгісіз болса не істейтін едік? Айырманың мәнімен азайтқышты қосамыз. Қазір дәл солай орындаймыз. Айырманың мәнімен азайтқышты қостық. Міне, бізде жай теңдеу пайда болды. Ары қарай жай теңдеудің шешіп, және оны тексереміз. Болаттың қандай санды ойлағанын табамыз. Екінші, Нұрлан бір сан ойлады. Оған 69259 қосты, шыққан нәтижені 2-ге бөлді. Сонда шығатын нәтиже 12442 мен 35120-ның қосындысына тең болды дейді. Бізде мынандай теңдеу пайда болды. Сол жағына әзірше тиіспейміз, сол күйі жазамыз, ал оң жағындағы қосындының мәнін табамыз. Осылай шықты. Енді шақшаның ішіндегіні бөлінгіш деп аламыз. Бөлінгіш белгісіз болса не істейміз? Бөлгіш пен бөліндінің мәнін көбейтеміз. Олай болса, солай жазамыз. Көбейтіп, екінің көбейтіндінің мәнін табамыз, сонда бізде мынандай жай теңдеу пайда болды. Осы жай теңдеуді шешіп, Нұрланның ойлаған санын табамыз, және теңдеуімізді тексереміз. 6-шы есепте. Есептердің шешуін өрнек түрінде жазамыз. Бір ауылдан бір бағытта 2 велосипедші шықты. Біреуінің жылдамдығы 15 км/сағат, екіншісі 12 км/сағат. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша километр екенін табамыз. Яғни біріншісін көріп отырсыздар, оның жылдамдығы жоғары, яғни жылдам тез жүреді, ал екіншісінің жылдамдығы сәл аздау, сондықтан ол артта қалып қояды. Мына озып кеткенмен артта қалып қойғанның ара қашықтығы неше километр екенін табамыз. Мысалға 15 км/сағатпен жүретін жол мынаумен жүріп отырып, мына жерге жетеді, ал 12 км/сағат жылдамдығы аз болғандықтан ол артта қалып қояды. Мына жерде келе жатыр. Енді екеуінің ара қашықтығын табуымыз қажет. Оны қалай табамыз? Бірінші жолы екеуінің қашықтықтарын тауып алуымыз керек. 15 км мынадан мына жерге дейін жүрді, осы аралық тауып алуымыз керек, ал екіншісі мынадан мына жерге дейін ғана жүрді. Осы аралық тауып алып, бір-біріне азайтсақ, мына қалған аралық шығады екен. Мынандай өрнек пайда болды. 15-ті 4-ке көбейтсек, біріншінің жүрген жолы, 12-ні 4-ке көбейтсек, екіншінің жүрген жолы, екеуінен азайтсақ, мына аралықтағы қалған жол шығады екен. Бұл есебіміздің өрнегі. Осыны дәптерімізге көшіріп жазып, өрнектің мәнін табамыз. Немесе екінші жолы, екеуінің бір-бірінен алыстау жылдамдығын тауып аламыз, яғни әр сағат сайын олардың арасы қанша километрге артып отырды. 15-те 2-ні азайтқанда 3 километр. Яғни олардың жылдамдығы әр сағат сайын 3 километрге азайып отырған. Сонда 4 сағатта оныкі осындай километрге арасы алшақтайды деген сөз. Екінші түрінде жазсаңыздар болады. Бұл екінші тәсілі. Бұны да жазып алып, өрнектің мәнін тапсаңыз болады. 6-шы есептің әсі. Автобус А пунктінен Б пунктіне қарай жүреді. 2 сағаттан кейін барып, автокөлік жолға шығады. Автобустың жылдамдығы 40 км/сағат, автокөліктің жылдамдығы 80 км/сағат. Біз мына аралықта біріншісін көріп отырсыздар, 2 сағат өткеннен кейін ғана бар автокөлік шықты, бірақ қанша оның жылдамдығы жоғары болғандықтан, ол алда кетіп бара жатқан автобусты мына жерде қуып жетті. Осы неше километр қашықтықта оны қуып жеткенін табуымыз қажет. Оны былай табамыз. Алдымен мына аралық табамыз. Ол мына автокөлік жүрмей тұрған кездегі ара қашықтықты табамыз. 80-ді 2-ге көбейтеміз. Одан кейін барып, екеуінің жылдамдығы қанша километрге артық екенін табамыз.
Мынау артық жолы, мынау артық жолы. Яғни, мына автокөлік шықпай тұрғанда автобустың жүріп қойған артық жолы. Сол артықты артыққа бөлеміз. Яғни, артық жылдамдық. Артық жол 40-ты 2-ге көбейткенде және артық жылдамдық. 40 автобусқа қарағанда автокөліктің жылдамдығы неше километр сағатқа артық екенін тауып аламыз. Сол артықты артыққа бөлгенде, мына екінші автокөліктің жүрген сағаты шығады, уақыты шығады. Өйткені артық жол, артық жылдамдыққа бөлгенде сағат шығады. Бұл сағат екінші автокөліктің жүрген сағаты. Соны автокөліктің жылдамдығына көбейтетін болсақ, автокөліктің жүрген барлық қашықтығы шығады. Яғни, бізден сұрап отқан қашықтықты шығады екен. Балалар, дәптерлеріңізге осы тек қана өрнекті көшіріп жазып, мәнін табыңыз. 7-ші тапсырмада екі бұрыш берілген, соларды өлшейсіздер. Менің өлшегенім бойынша бірінші бұрышымыз 30 градус. Сол 30 градустан 16 градусқа үлкен, яғни 46 градус бұрыш шытуымыз қажет. Мен 30 деп айтып отырмын, бірақ жаңылсуы мүмкін. Сіздер қайтадан оқулықтан транспонтердің көмегімен бұрышты анықтайсыз да, одан 16 градусқа үлкен бұрыш сызасыз. Мысалға, егер 30 болатын болса, онда 46 градус бұрыш сызуымыз қажет болады. Мен өткенде айттым, әр мына сызық 1 градус деген сөз. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Көріп отырсыздар? Нүкте қоясыз, оған сызасыз. Сонымен 46 градус бұрышымыз дайын. Екіншісі, менің өлшеуім бойынша 130 градус. Мен жаңылсуым мүмкін, сондықтан сіздер дұрыс деп әлде транспонтердің көмегімен оқулықтағы суретті өлшемін табасыздар, өлшейсіздер, және одан 16 градусқа үлкен бұрыш сызасыздар. Менің есебім бойынша 130, яғни 16 үлкен болса, мен 146 градустық бұрыш сызуым қажет. 100 ішкі сыртқы нөлден басталады, өйткені біздің сөйлеміміз сыртқы нөлден басталған. Міне 140, міне 45, 46-ға қойып отырмын нүктені. Осылай 146 градус. Осылай екі бұрышты сызып дәптеріңізге жазасыздар. Әріптерін басқаша қоюыңызға да болады. Өзіңіздің қалаған латынның кез келген бас әріпімен белгілесеңіз болады. Бірақ бұрыштың төбесіндегі әріптің ортада болатынын ұмытпаңыздар. 8-ші тапсырмада фантастикалық әңгімедегі кейіпкердің пікірі бар. Оның пікірінше Юпитердің бір тәуліктегі айналымы міне 9 сағат 55 минут екен. Күнмен тең, ол жерде тең дейді. Күн 4 сағат 57 минут болатын болса, яғни түнде сондай деген сөз. Сонда бір тәулік шығады деген сөз. Осы пікірмен келісесіз бе? Келіспейтін болсаңыз, қай жерде қате? Маған айтыңыз соны. 9-шы тапсырмада транспонтердің көмегін сызсақ, біз үшбұрыштардың белгісіз, екі бұрышы белгілі болса, үшінші бұрышын табуды сіздер қалай табу керек екенін білесіздер. Яғни, кез келген үшбұрыштың ішкі бұрыштарының өлшемі 180 градус болады. 180 градусқа тең, одан артық немесе кем болмайды. 180 градусқа тең болады. Сондықтан екі бұрышы берілген болса, үшінші бұрышын табу бізге оңай. Белгілі бұрыштарын қосып, 180-нен азайтсақ, белгісіз бұрышы шығады. Осылайша оқулықта берілген үш бұрыштың белгісіз бұрыштарын табыңыз. Ал енді ең қызық жері бұл логикалық есеп берілген. Арма мен Бауыржан 11, Арма мен Болатта 12, Бауыржан мен Болатта 13 жаңғақ бар. Арман, Бауыржан және Болатты бірге алғанда барлығында қанша жаңғақ барын табуымыз қажет. Бұл есепті мен басқаша өзгертіп сізге қалай шығару керек екенін жолын көрсетемін. Соған қарап отырып, сіздер осы есептің жауабын табасыздар. Мысалға, Айнұр мен Айшада 21 жаңғақ бар деп есептейік. Айнұр мен Жанияда 22, ал Айша мен Жанияда 23. Осылай жазып аласыздар. Енді қосасыздар. Мына жерде Айнұр деген екеу болды. Айша дегенде екеу, Жания дегенде екеу. 2 Айнұр шықты, қосу 2 Айша, қосу 2 Жания шықты мына жерде. Және мына тең болады, сандарын қосып шығамыз. 21-ге
2-ні қоссақ 43, 43-ке 23 қоссақ 66. Міне. Көбейтудің үрестілімдір қасиетін білесіздер. Міне барлығында 2 болса, 2-ні жақшаның сыртына шығарып, көбейту осылай жазуға болады. Тең 66. Енді бұл теңдеу, бұл шыққан теңдігіміз теңдеуге ұқсас болды. Яғни біз Айнұр, Айша және де қанша бар екен білмейміз. Яғни x пен белгілеп, 2 көбейту x тең 66 болған жағдайда не істер едік? Онда 66-ны 2-ге бөлер едік. Міне осылай жазамыз. Сонда Айнұр, Айша және де барлығы 33 жаңғақ бар деген сөз. Бұл менің есебім бойынша есептің жауабы осы. Ал енді жеке-жеке табатын болсақ, Жәнияны табу үшін 33 барлығынан Айнұр мен Айшаның жинаған 21-ін азайтсақ, Жәнияның жинаған 12 жаңғақ жинаған болып шығады. Айнұрды табу үшін барлық үшеуін қосқанда 33 жаңғақтан Айша мен Жәнияның жинаған жаңғағын азайтатын болсақ, Айша мен Жәния 23. Соны азайтатын болсақ, 10. Бұл Айнұрдың жинаған жаңғағы. Айшаны да солай табамыз. Барлық жинаған жаңғақтан Айнұр мен Жәниянікін алып тастаймыз. Айнұр мен Жәния міне 22-ні алып тастағанда 11. Сонда Жәния 12, Айнұр 10, Айша 11 деген сөз. Барлығын қоссаңыз 33. Енді мынау бірінші айтылған пікір бойынша тексеріп шығамыз. Айнұр мен Айша 21. Айнұр мен Айша 21. 10-ға 11-ді қоссақ 21. Дұрыс шықты. Айнұр мен Жәния 22. Айнұр 10, Жәния 12 қоссақ 22. Дұрыс. Айша мен Жәнияны қосатын болсақ 23. Жәния 12, Айша 11 қосатын болсақ 23. Міне біздің есебіміз дұрыс. Осы есепке қарап отырып, сіздер 10-шы есепті шығарып, жауабын табасыздар. 11-ші тапсырма 109-шы беттегі көрсетілгендей қағаздан әртүрлі симметриялы пішіндер қиып алып, аппликация жасауға болады. Мысал ретінде мынандай жасауға болады. Міне симметриялы пішіндер осыны жасап алып, міне мынандай аппликация құрастырып шығуға болады. Басқа да жолдары бар, басқа да түрлерін басқаша құрастырсаңыз да болады. Бірақ құрастырылған қолданып жатқан пішіндеріміздің барлығы симметриялы болуы қажет. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сендерге қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.